Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тұжырым бағдарламасы. Бүгінгі қозғалатын тақырып бірыңғай жинақтаушы зейнетақы жүйесінің салымшыларға арналған жаңалықтары. Жалпы бізде мысалы өткен жылда бастап осы бірыңғай жинақтаушы жүйесіне жеке қорлардан ауысқалы бері салымшыларда көптеген сұрақтар бар. Енді осы сауалдарды бүгін студия қонақтары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сектор меңгерушісі Жұлдыз Демесінова ханым бар, және бүгінгі экономистіміз Жанұзақ Ақын мырзалар келіп отыр. Енді Жұлдыз ханым, осы салымшыларды көптен бері бір нақты тұшымды бір ақпарат ала алмай жүр. Осы енді жекелеген қорға өтті. Енді ол мемлекеттік меншікте дейді. Жекелеген қорларға қарағанда кепілдемесі, мысалы кепілдік жүйесі мемлекеттің қарауына көшкесін енді жақсы, тұрақты деп айтып отыр, енді сенімді деп. Бірақ енді басқа қандай бір тағы да бір ұсынар қызметтер бар? Енді біз бұрынғы сол жинақтаушы зейнетақы қорлары көрсетіп келген қызметтердің бәрін әрде жалғастырамыз. Енді осы жұмыс барысы болған кезде салымшыларға ешқандай ауыртпалық болған жоқ көшу жағынан. Енді елімізде мысалы 10 миллиондай салымшылар бар, олардың барлығын жинақтап бір жүйеге түсіру қиын. Жинақталды, шоғырланды барлығы, зейнетақы активтері, салымшылардың жаңағы жеке зейнетақы шоттары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына көшті тұтастай. Бұл жұмыс аяқталды, сәтті аяқталды деуге болады. Енді артықшылығына келетін болсақ, ең әуелгі жаңағы әкімшілік шығыстардың азаюы, шығындардың азаюы. Енді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры болғаннан кейін бір жерде болғандықтан, бұл жерде жаңағы комиссиялық сыйақының да азаюы айтады, ең маңызды мәселе деп айтсақ болады. Өйткені инвестициялық табыстан бұрын енді 15%-ға дейін алынса, қазір 7-5% алынады. Мысалы, оны қалай пайдалы деп айта аламыз? Мысалы, еліміздегі орташа жалақы 150 мың теңге деп есептесек, соның 15 мыңы зейнетақы қорына түседі ғой, мысалы, міндетті зейнетақы қорына түседі. Иә, 10% міндетті түрде түседі. 10% мысалы зейнетақы қорына түседі. 15 мың теңге. Енді сонда 7% ол қандай пайда келеді жаңағы? Ол енді инвестициялық жаңағы қызметке байланысты бұл нәрсенің барлығы. Бұл инвестициялық қызметпен ендігі алдағы уақытта осы жаңа заңнамаға сәйкес ұлттық банк жүзеге асырады инвестициялық қызметті. Олар жаңағы барлық зейнетақы активтермен жұмысты жүргізеді. И жаңағындай барлық қандай табыс болады, қандай қаржы құралдарына ол инвестицияланады, барлығы енді Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің құзырында. Оның жанында тағы үкімет жаңағы елбасымыз құрған кеңес бар. Осы инвестиция жұмысы қалай жүзеге асырылады, соның бәрін бақылап отыратын кеңес құрылды. Оның құрамында белді жаңағы осы елдің экономистері, қаржыгерлері, енді төрағасын айтатын болсақ, Келімбетов. Министрлер деңгейінде бір инвестициялық саясат жүргізеді дейсіз, министрлер деңгейінде солар инвестициялық саясатты айқындап отырады. Иә, бұл жерде енді ұлттық банк біздің тек қана инвестициямен ғана айналыспайды, ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкі болып табылады. Ал қалған салымшыларға байланысты жұмыстардың барлығын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор өз мойнына алып отыр. Ол деген шарт жасасу, жаңағы үзінді көшірмелерді беру, халыққа малумат жеткізу сияқты мәселелердің барлығы біздің құзырымызда. Ал енді Жанұзақ мырза, айтыңызшы, сіз экономист ретінде осы бірыңғай зейнетақы қоры, жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларға пайдасы болады деп ойлайсыз ба? Жалпы барлық негізі өткеніміз дұрыс, негізі осы мемлекеттік. Енді ол бір қорға. Сіз бұрынғы жекелеген қорларға деген көзқарасыңыз қалай еді жалпы? Дұрыс деп ешкім сұраған жоқ, шыны керек. Бұрынғы қорлардағы мамандар көбі қарсы болды. Сосын мына тұрғындардың арасында шынында көп түсініспеушілік, қандай мақсатта істеліп жатыр деген осы нәрсе. Себебі ол бір мықты механизм бұл керек, мұны қорғайтын. Мысалы, сол шетелдерде, мұны батыс елдерінің көбінде бұл қалыптасқан нәрсе ғой. Оларда жеке жаңағы зейнетақы қорлары бар. Триллиондаған доллар жиналады оларда, олар банкілерден де көп.
нелері, бірақ оларда механизм өте жақсы қаралған. Бізде енді мысалы бұл жерде егер осылай құрғанның өзінде қазір қаржы министрлігі әрбір 90 сайын немесе жарты жыл сайын парламенттің алдында есеп беріп тұру керек. Ұлттық банк екеуі. Жаңағы қаржы қанша жиналды, қанша өсім бар, қайда шығын болып жатыр, барлығын жаңағы. Мына Жұлдыз айтып отыр ғой, не деп, комиссия құрылды деп, ол парламенттің алдында есеп берілу керек. Бізде жалпы үкіметте бюджеттен шыққан шығынды да парламент тексере алмайды. Біздегі барлық сыбайлас жемқорлықтың негізгі көздері сода жатыр. Себебі өткенде мына жалпы біз енді қазір жемқорлық тақырыпқа ауысып кеткен сияқты. Бұл да соның бір түрі болады. Себебі қазір қарасаңыз 4 триллион теңгедей қаржы жиналды ғой. Ол тиімді пайдаланыла ма, әлде басқа жаққа кете ме? Оны кім тексереді? Оны жалпы халықаралық деңгейде қалыптасқан қаржы министрлігі мен ұлттық банк әр 90 сайын немесе жарты жыл сайын парламенттің алдында есеп беріп тұру керек. Солай есеп сондай механизм болу керек. Жалпы шетелде сонда мысалы батыстың дамыған елдерінде тәртібі күшті. Елдерде солай қалыптасқан дейсіз ғой? Жалпы солай қалыптасу керек. Негізі мысалы бұрынғы Чилиден алған моделіміз қанша дегенмен салымшыларға пайдалы болмады ғой? Енді жекелеген қорлар әлде сіз сол жекелеген қорлардың бірінде жұмыс істеп көрдіңіз бе өзіңіз? Жоқ, мен жұмыс істеп көрген жоқпын. Сіз үнемі осы бірыңғай мемлекеттік жүйеде жұмыс істедіңіз? Енді қазіргі біздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының негізгі енді бағыты, әлеуметтік бағытта деп баса айтып жатыр. Соған баса аударады. Негізгі мақсаты сол болады енді. Ал жаңағыдай жеке пайда көзін табу сияқты бұрынғыдай жеке қорлардағыдай ондай болмайды енді. Бір сұмдық пайда таппағанмен, бірақ енді жоқ, ең болмаса сол салымдарды жоғалтпауға. Салымдар кепілдік берілген ғой, кепілдік берілген. Енді бұл ақшаны ары қарай сақтап, ол бір мысалы бір үлкен гиперинфляция, рецессия, бір дағдарыстардың кезінде ол ақшалар жоғалып кетпейді, яғни кеммейді, мысалы мемлекеттің кепілдемесі. Мемлекеттің кепілдігі бар, мемлекет жұмыс істейді. Мысалы бір бізге айтып отыр, келер жылы 2015 жылы бүкіл әлемдік дағдарыс келеді дейді. Бүкіл әлемдік дағдарыс келеді. Қазір мысалы басталып жатыр дейді. Сондай кезде мысалы мемлекеттің кепілдемесі көмектеседі. Ол әрине мемлекеттің арманында болғасын мемлекет өз азаматтарына кепілдік беру керек. Ол бірінші, екінші ол мемлекетке деген сенімдіктің өзі осыдан пайда болады ғой. Бірақ бізде осы жағын әрине тағы да қарау керек болар, себебі жаңадан құрылып жатыр ғой. Қор енді әлеуметтік жағын жақсартамыз деген ниетпен құрылған нәрсе. Ол мына батыс Еуропа елдерінде өте жақсы дамыған. Және оларда барлығы прозрачный, бәрі ашық. Бізде осы жағынан әлі көбірек жұмыстану керек сияқты. Ал енді солар мысалы бір салымшыларға пайдасынан гөрі сол қордың басында отырған адамдарға ғана пайдалы болған сияқты. Қалай ойлайсыз? Өткен жыл мысалы өткенде әйгілі олардың қалай болғанда да мәселе бұл қордың мемлекеттік тігінде емес. Мәселе бірінші бұлардың принцип ұстанымдары жариялылық болу керек. Барлық салымшы оның өз жағдайын, мысалы біздер грантонды істедік солар немен. Олар ай сайын жіберіп тұрады жаңа ақпаратты. Қалай болып жатыр, не болады. Оған ешкім ренжімейді. Ол көрініп отыр, ашық барлығы, барлық қозғалыстары дегенде мына интернет арқылы. Сол сияқты бұл мәселе мемлекеттік, не жекелікті емес. Екінші, мемлекет осындай істерде көбіне ең нашар менеджер дейді негізі. Бұл мемлекеттің басқару мүмкін, салымшыларға қиын тиюі мүмкін. Ол әлемдік тәжірибеде, халықаралық тәжірибеде көп жағдайда кездеседі. Оны мәселе осының механизмдерін қалай, сосын ондағы сақталған дүниелер қайда кетіп жатыр. Бір мысалы немесе инвестиция ретінде экономиканы дамытуға пайдаланатын жағдай болса, ол қалай келеді. Барлығының механизмдері, сосын оның уақытылы есептері қаралу керек. Соның барлығы дұрыс сақталса, онда бұл қор жақсы жұмыс жасайды.
Енді қазір салымшыларға беріп отқан бірыңғай жүйенің осында қанша пайыз үстеме сыйақылар? Сыйақылар жаңа айтып өттік оны. Енді ұлттық банкке қатысты мәселе. Кірістер жалпы, кірістер, дивидендтер. Ол ұлттық банк белгілейді. Сондықтан да егер де ондай ақпарат керек болса, біз жазбаша түрде жауап берейік. Енді мысалы қазір жариялық қалай жүзеге асып жатыр? Енді барлық жағынан ашық болуға. Мысалы жаңа грантумды айтты ғой, сол грантум деңгейіне енді жетеміз ба? ол негізі бұрынғы заңнамада да көзделген жыл сайынғы жаңағы айтады ғой, хабарландыру дейді. Біз жылына бір рет хабарландыруға тиістіміз, міндеттіміз. Өзі салымшы қандай тәсілмен алғысы келеді, пошта арқылы ма, жоқ өзі келіп алғысы келе ма, оны өзі таңдайды. Сол сияқты ол да жаңа заңнамада көзделген. Сондықтан біз міне осы 14-ші жылы 5 қорды қабылдап алдық қой. Ірі жаңа Халық банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры, олар үміт, грантум,